Бұл менің жүрек қалауым. Бала кезімнен бастап саналы түрде осы шешімге келдім. Мені шабыттандыратын ұстаз ол Шағангүл Алдамжарқызы. Баланың жүрегіне жол табатын ол тиімді әдіс-тәсілдер. Яғни үш жақты қатынасты. Қазіргі балалар енді біздің кезімізге қарағанда, біздің кезде бір үлкен кісілер сияқты айттым ғой деймін, иә. Қайырлы күн. Бүгінгі біздің подкастымыздың көрермендері. Білім ол болашағы, ал сол болашақты қалыптастыратын ұстаз. Ұстаздың ішінде ерекше орын алатын бейне ол әйел бейнесі. Қыз баласы мейірім, әйел төзім. Бүгінгі подкастымызда біздің кейіпкеріміз Көкпекті ауданы шығармашылық сарайының сольфеджио пәні мұғалімі және Абай облысы жастар мәслихатының депутаты Келербекова Назым Жұмабековна. Қош келдіңіз. Сәлем достар, қош көрдік. Бүгінгі және келе жатқан мейрамымыз құтты болсын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз осы подкастта қозғайтын ол білімдегі нәзік күш. Бүгінгі таңда білім ол ұлт болашағы деп айтамыз. Ал сол болашақты қалыптастыратын ұстаз. Осы ұстаздыққа қалай келдіңіз? Бүгінгі подкастымыздың алғашқы қонағы болу мен үшін үлкен мәртебе. Сол үшін үлкен ризашылығымды білдіремін. Және де барша әйелдер қауымын, қыздар қауымын келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Гүлдей жайнап, күндей құлпырып жүре беріңіздер. Ал енді бірінші сұрағыңызға келетін болсақ, ол әлбетте менің жүрек таңдауым. Мен енді мамандығым музыка жетекшісі. Бала кезден бастап осы балалар өнер мектебінде домбыра сыныбына жазылдым. 2-ші сыныптан бері өнер мектебіне қатысамын. Және менің осы салаға келуіме түрткі болған ол менің домбыра мұғалімім Бақытгүл Шайболовна. Сәлеметсіз бе? Сол кісінің арқасында осы салаға келдім десем де болады. Бала кезден бастап менің аспапқа деген, өнерге деген қызығушылығымды ашып, және ол кісінің сабақ беру әдіс-тәсілдерін көріп, көптеген байқауларға бару арқылы мен де дәл осы ұстазым сияқты ұстаздық жолды таңдаймын. Баланың жүрегінден орын алатын, есімі бас әріптен басталатын ұстаз болғым келеді деген саналы түрде шешімге келіп, өз еркіммен ұстаздық мамандықты таңдадым. Демек, Назым Жұмабековна, сіз білім саласында кездейсоқ адам емессіз. Бұл таңдау сіздің жүрек қалауыңыз. Бұл менің жүрек қалауым. Бала кезімнен бастап саналы түрде осы шешімге келдім. Тамаша. Ендеше келесі сұраққа көшейік. Назым Жұмабековна, осы білім саласында және ұстаздық жолда сізге нұсқау беретін, сіз тәлім тәрбие алатын тұлға бар ма? Мені шабыттандыратын ұстаз ол Шағангүл Алдамжарқызы. 2014-18 жылдар аралығында мен Семей қаласындағы Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжде білім алдым. Ол кісі сол жерде басшы қызметінде. Ол кісінің терең болмысы, даналығы, қазақилығы, жан-жақтылығы мені нақты ұстаздық жолға шабыттандырады. Назым Жұмабековна, қазіргі таңда білім және жаңашылдық заманы. Оған біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үлкен ден салып, зер салып, үміт артып отырғанына сөзсіз. Бүгінгі таңда қандай жаңашылдықты сіз енгізіп, және қандай жаңашылдық туралы сөз ете аласыз? Әрине, мен үшін жаңашылдықты енгізуге түрткі болған ол заман талабы, әлбетте. Және де 2025 жылы тамыз айында Астана қаласында мемлекет басшысының қатысуымен тамыз саммиті өткен болатын, және ауданымыздың бірқатар ұстаздармен бірге менде сол тамыз саммитіне қатысып келдім. Және президентіміздің жастарға артқан сенімі өте зор екені сол жерде өз құлағыммен естіп, сол атмосфераны сезіп келдім десем де болады. Және нақты айта аламын, бүгінде жастар, біз барлығымыз, тіпті үлкен ұстаздарымыздың өзі де жаңашылдықты қолдану үстінде. Әрбір қазір енді әлеуметтік желіні қолданамыз ғой барлығымыз. Ашып қалған өзінде де барлық жерде жасанды интеллект. Осылай отыруымыздың өзі жасанды интеллект. Барлық нәрседе біз жаңашылдықты үнемі қолданып жүрміз. Назым Жұмабековна, сіз ұстазсыз.
бүгінгі таңда баланың жүрегіне жол табатын ол тиімді әдіс тәсілдер. Осы орайда сізге сұрақ, қандай әдіс тәсілдерді, тиімді әдіс тәсілдерді сабақта қолданасыз? Оқушының қызығушылығын ояту үшін жасанды интерактивті әдістерді, сыни ойлау дағдыларын, сонымен қатар ойын әдіс тәсілдерін қолданамын. Енді мен негізге Аманашвилидің негізге салып кеткен жолы гуманды педагогика дейді ғой, соны ұстанамын. Яғни үш жақты қатынасты да. Қазіргі балалар енді біздің кезімізге қарағанда, біздің кезде бір үлкен кісілер сияқты айттым ғой деймін, иә. Біздің жаспен салыстырмалы түрде алсақ, олардың ойлау деңгейлері зерек, бөлек, оларға басқандай қарым-қатынас керек. Яғни бұл жерде Аманашвилидің гуманды педагогикасы толыққанды сәйкес деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде үш жақты байланыс жүреді. Ол жаңағы оқушы, табиғат және пән. Үш жақты элементтің арқасында баланың жүрегіне тиімді жол тауып, оқушының бойындағы қызығушылықтарын біз оятып, сабағымызды өзара қызықтырақ өткіземіз. Қазіргі таңда цифрлық технология ұстаздың бір көмекші құралы, және күнделікті сабақ барысында, сабаққа дайындалу барысында міндетті бір құралы болып табылады. Сіз қалай ойлайсыз? Цифрлық технология ұстаз жұмысын жеңілдете ме, немесе одан сайын күрделендіре түсе ме? Әрине жеңілдетеді деп мен 100 емес 200%-ға айта аламын. Өйткені мен музыка жетекшісімін, маған дереу мысалға минусовка қажет болып қалуы мүмкін. Тез арада енді сольфеджиодан сабақ бергеннен кейін ноталардың партиясын жазу керек болып қалуы мүмкін. Сол кезде мен жасанды интеллектке жүгіну арқылы өзімнің сабағымды жеңілдетемін. Сол сияқты қазір енді ұстаздарда көп қой, КТП-сы бар, КМЖ-сы бар, күнделікті оның барлығын жасау, күнделікті презентация қолданамыз, соның әрқайсысына арналған жасанды интеллектісі бар. Гамма болсын, ChatGPT болсын, Gemini болсын, Хейджин болсын, соның барлығын қолдану арқылы ұстаздың қолын небәрі жеңілдетті деп толыққанды айта аламын. Қазіргі таңда әрбір ұстаз өзінің жұмысын мамандық немесе миссия ретінде қарастырғаны жөн бе деп ойлаймын. Өзімізді пән мұғаліміміз көптеген сайыстарға апарамыз. Біздің алдымызға 5-ші сыныптан, 1-ші сыныптан келген бала, мүмкін ол сахнада өзін қалай ұстау керек екен, интерактивті тақтамен қалай жұмыс істеу керек, алдында отырған танымайтын 50 адам аудиторияда қалай өз-өзін ұстап, қалай сөйлеу керек екенін біз дағдыландырамыз. Қалай? Ол әрбір пән мұғалімі өзінің оқушысын түрлі сайыстарға қатыстырып жатады бүгінгі таңда. Біздің аудан көлемінде, облыс, одан қалса республикалық және халықаралық деңгейде бүгінгі таңда сіздің балаларыңыз топ жарып жатыр. Оған қалай келдіңіз? Өзіңіз жассыз. Бірақ бүгінгі таңда сізден үлгі алатын, сізден үйренетін жастар бар. Дұрыс айтасыз. Енді мен осы орайда өзімнің мектебім жайлы айтып өткім келіп тұр. Бізде енді облыс бойынша 24 қосымша білім беру мекемесі бар. Соның бірі біз, оқушылар шығармашылық сарайы. Бүгінде бізде 1080 оқушы қамтылған, 5 бағыт нәтижелі жұмыс жасау үстінде. Және атап өткендей, біздің оқушыларымыз тек аудан көлемінде емес, қалалық, облыстық, республикалық, тіпті халықаралық деңгейде де өнер көрсетіп, талай жеңістерді жұлып алып келіп, осындай бір мықты дипломаттар атанған болатын, сондай бір жүлдегер шәкірттерді даярлау үстінде біздің ұстаздарымыз. Енді қалай дейсіз ғой, әлбетте жыл сайын бізге бір оқушы кем дегенде 3-4 үйірмеге жазылады. Және өзіңіз де атап өттіңіз ғой, абай оқуларына қатысқан кезде бала жеңіске жетпесе де, ол басқа бір жағынан өзін бір нәрсені болсын үйреніп кетеді деп. Дәл сол сияқты бір бала бізге 3 үйірмеге жазылса, мысалға фортепиано, домбыра, мүсінделік, ол мықты мүсінші емес шығар, мықты домбырашы емес шығар, мүмкін мықты пианист емес шығар. Бірақ дегенмен де ол бала сол үйірмеге қатысу арқылы өзінің ішіндегі
бір икемін табады, жан дүниесі ашылады. Тұйық бала ашылып кетуі мүмкін, ашық бала онсыз да ары қарай өзін дамытады, сахна мәдениетіне үйренеді, қосымша өздеріне дос табады. Енді көптеген жағымды жақтары бар. Сонымен қатар енді бұл негізі зерттелген әрі дәлелденген жүйе. Мысалға бізге келген оқушыларымыз қай бағытқа болсын, мүмкін ол сурет болсын, би болсын, домбыра, фортепиано, пианино, кез келгені, бала ол жерде қолмен жұмыс жасайды ғой. Ал біздің қолымыздың барлығында ұсақ нүктелер бар, иә, моторика деп қазіргі таңда енді көп айтып жатамыз ғой. Осы аспаптарда ойнау арқылы ол бала ұсақ қол моторикасын дамытып, мүмкін математикаға да мықты болмаған бала керісінше сәйкесінше математикада мықты болып кетуі мүмкін. Оны мен өзімді мысалға келтіре аламын. Мектеп кезінде мен аса бір ашық оқушы болмадым, өте тұйық, сабырлы оқушы ретінде болғам. Кейін колледжге оқуға түскеннен кейін ол жақта енді бізге фортепиано, баян, прима, шертер, гитара, барлық аспапты үйретті. Ол мұғалімдердің үздіксіз жұмысы, ғылыми жобаларға қатыстырды, талай жан-жаққа, тіпті Россияға дейін бізді байқауларға апарған болатын. Орысшам енді өте бір керемет болмаса да, орысша ғылыми жобаларға қатысу арқылы мен ашылдым, жаңағы көпшілікке сөйлеу мәнеріне үйрендім. Сол сияқты басқа ата-аналарға да мен айтар едім, балаларды қысылмай уақыттарын босатып қосымша үйірмелерге апарған жөн. Мықты бір домбырашы, әнші болып кетпесе де, ол сол жақтан міндетті түрде өзіне керекті бір бағытын алып шығады да белгілі бір нәтижесін көрсетеді. Рахмет. Ұлтымызда жақсы сөз бар, бұлақты көрсең көзін аш деген. Яғни сіздер сол бағытта бүгін елеулі және нәтижесі бар, жемісі бар жұмыс жасап жатыр. Назым Жұмабекұлы, қазіргі таңда ұстаз болуды армандап жүрген, мектеп қабырғасында отырған жас оқушыларымызға, жас студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Не ексең, соны орасың демекші. Қазіргі таңда енді ұстаздық жолды таңдайтын жастарға айтар кеңесім, бұл жолға міндетті түрде жүрек қалауымен келу керек. Өйткені салғырттықпен келген жұмыстың нәтижесі болмайды. Президентіміздің өзі атап өтті ғой, болашақ жастардың қолында. Ал сол жастарды қалыптастыратын ол біздің ұстаздарымыз. Шахтер болсын, дәрігер болсын, инженер болсын, мейлі қай саланың майталманы болсын, оны қалыптастыратын, фундаментін, негізін қалайтын ол ұстаз. Сол үшін кейін біз тәрбиелеген шәкірттеріміз біздің балаларымызды тәрбиелейді. Олардікі ол келесі балалар тәрбиелейді деген сияқты, бұл жерде ұрпақ сабақтастығы болады. Сол үшін ұстаздық жолды таңдайтын қыздар бұл жолға тек қана жүрек қалауларыңызбен келіңіздер. Бұл аса жауапкершілікті талап ететін мамандықтың бір түрі. Болашақта біз өзіміздің қазақилығымызды, ұлттық кодымызды, білімімізді, біліктілігімізді сақтап қалу үшін бұл ұстаздық жолына өте бір сезімталдықпен, аса бір терең ниетте келуіміз керек. Назым Жұмабекұлы, бүгінгі мазмұны терең және көпшілікке терең ой салатын сұхбатыңызға рахмет айтамын. Білім саласындағы жүрген нәзік жанды сіз сияқты жастар көп болсын, сіз сияқты білімді, алғыр және ұстаздыққа жүрек қалауымен келген мамандарды көптен көрейік деген тілек айтамын. Келесі подкастымызда кездескенше сау саламатты болыңыздар. Сау болыңыздар.